Кайырлуу күн достар, бүгүн сиздермен бирге хачапури дайнайтын болобуз. Сүтүмүзгө кант, туз, суу майымызды косуп аралаштырабыз. Ас содасына уксусумузду косуп аралаштыратын болобуз. Суюк коспамызга унумузду салып, нанымызды илеп алабыз. Нанымызды 10 минуттай тындырып коятын болобуз. Сырды өткүзгүчтүн усак бөлүгүнөн өткүзүп алатын болобуз. Сырымызга жумуртканы косуп аралаштырып алатын болобуз. Нанды 4 бөлүккө бөлүп алатын болобуз. Унду себе отуруп, нанымызды жаймалап алабыз. Сырымызды ортаңғы бөлігіне салып, нанымыздың жан-жағын жинақтап шығатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай жан-жағын жинақтап, ауа өткізбейтіндей бекітіп шығатын боламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Unumuzu себе отырып, нанымызды ақырындап жайып алатын боламыз. Кызып турган табагыбызга салып, бетин жауып, орташа отта 5-10 минут аралыгында устайтын болобуз. Экинчи жак бетин аударып, 5-10 минут отумузга устайтын болобуз. Сары майымызды бетине жагып чыгабыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.